Зияш Телеуова, Тіреуілік романы. Үшінші оқиға. Қожайынның құпиясы, бірінші тарау. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса, лайк басып, пікір жазып, және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Акционерлік қоғамның президенті Израильге емге барып, бұрын Ресейде қоныстанған 150 мың еврейдің бірі болған профессордан: «Маған үйленуге бола ма? Егер артымда ұрпақ қалса, оған қатерлі ісіктің зардабы тимей ме?» деп сұрады. Қағазға шұқшиып отырған онколог: «Мұны ертерек ойлануыңыз керек еді. Қауіпті ісіктің тұқым қуалаушылығы ғылыми дәлелденбеген нәрсе. Сізге қанша ауыр болса да шындықты айтайын, жас мырза. Сіз алғаш келгенде санаулы күндеріңіз қалды деп есептедік. Бірақ міне 2 жыл болды өмір сүріп келесіз. Бұл таңқаларлық құбылыс. Сондықтан үйленемін десеңіз, тез арада үйленіңіз. Мүмкін күтпеген ғажайыптар болып қалар». Ол жүрегін жаулаған сезім құдіретін сонда ғана мойындаған. Дағрадай сарайына кіргенде бір досы сұр бойдақтығын бетіне басып, ең болмаса мысықты құшақтап жат деп сыйға тартқан қара ала мысығы жұп-жұмсақ тұмсығын сүйгегенде арқасынан сипады. Мысықта болса қаңыраған үйден жалғызсырап, иесін іздейтін тәрізді. Үздіксіз ішкен дәріден бе? Зіл қара тас денесін әрең меңгеріп, тоңазытқыштан тамақ алды да мысықтың ыдысына құйып, іше ғой деп күңк етті. Ат шаптырым холдағы итальяндық диванға жантайған бизнесмен қанша қамқорлық жасаса да, қайырымын қайтармай, көлденең көк аттының етегінен ұстап, жер соқтырған Аймаралға қатты ашулы. Біле білсе оған үйлену деген шемішке шаққан құрлы емес пе? Айналада қаптап жүрген қыз-келіншектің кез келгеніне емеурін жасаса, құлды құрып құшағына құлайды. Әсіресе қазіргідей ар-намыс ақшаға сатылған заманда қалтасы қалыңдардың ұрғашыға тәуелді болуы деген келмеске кеткен. Бір қызығы, осы қызды алғаш көргеннен, осы сенің іздегенің, осы сенің күткенің деп әлдебіреу құлағына сыбырлағандай, сабыры сарқылып жүре берген. Сол күннен бастап, төдесе түкірігі жерге түспейтін ірі компания қожайынын шынашақтай қыздың мысы басып, оны бір көруге зарығып, пұшайман күйге түсетін. Ажалмен арпалысып жүріп, ұмыт құсақ келген, бірақ дәрменсіз. Ақыры шетелдегі дәргермен сөйлесіп, үйленуге тәуекел етіп келгенде, тұлыпқа мөңірегеннің кебін киіп қалды. Ішін жалап бара жатқан өкініш өртін сөндіруге тырысқан мырза шаламас: «Мұның не көгершінім, өзіңді өлердей сүйген, өрге сүйреген кришаңды жер соқтырып, өзі жоқтың көзі жоқ дегендей. Мен жоқта жолда кездескен жолаушыға жармасып кете бергенің, Асыққан шайтанның ісі деген осы. Сен білесімсің, қанша сұлу мен десе ішкен асын жерге қояды. Керек болса санап берейін. 1000, миллион. Айтпай-ақ қояйын. Сен мені менсінбедің. Осы жеткен жетістігіңнің бәрі менің арқам екені қаперіңе кіріп шықпайда. Әйтпесе менің көңілдесім болып, қолын жылы суға малынған қыз-келіншектер қаншама, ал сен болсаң Сұлтан Тұрсынбекович, Сұлтан Тұрсынбекович деп кергідің. Егер мені мына қара басқыр ауру меңдемегенде, әлде қашан құшағымнан құтылмаған болар едің». Буын-буынына ішімдік түскен мырза жатын бөлмесіне тәлтіректеп әрең жетті. «Аймарал, жаным, келші бермен. Қолаң шашыңнан бірақ рет сипайын. Сенің жалт еткен жанарыңа іліккеннен артық бақыт жоқ деп ойламадым ба? Мен сорлы». Ол мағынасыз бір нәрселерді көбірледі де сәлден кейін ұйықтап кетті. Түс көрді. Түсінде тұнық көлдің жағасында отыр екен. Айнала тып-тыныш. Жас құрақтың аңқыған иісі танауын жарады. Жанындағы балауса қыздың білегінен ұстап, өзіне тартты. Жібектей шашы үлбіреп, күлімдей қарайды. Ол Аймарал екен дейді. «Япырай, бұл баяғы екеуміз кездескен айна көлдің жағасы емес пе?» «Иә», қыз күрсінді. «Неге мұңаясың? Сол шақтың өтпелі болғанына өкінемін. Солай еткен өзің емеспісің?»
Сол алғашқы сезімімді оятқан бозбаланы көп күттім. Ақыры талай жыл елес қуғаныма көзім жетті. Аймарал, менің сезімімен неге санаспайсың? Сіз біреудің сезімімен санасып көріп пе едіңіз? Бәрін өзім шешем дейтініңіз қайда? Мүмкін сізді кеудеге теппегенде болар едім, бірақ суық, әміршіл басшының қай жағынан шығам деп жүргенде, сізге деген жылт еткен жылылықтың қай жерде сөніп қалғанын өзімде аңғармадым. Сезім сынды көтермейді. Олай мені сынамауыңыз керек еді. Қыз алыстап бара жатты. Оның көгілдір жібек көйлегі көлдің үстінен көтерілген сағымға араласып, аспан әлеміне сіңіп кетті. Аймарал, келші сәулем, кешір мені. Сұлтан өз даусынан өзі шошып оянды. Бұл не? Әлде жүрегіндегі жұмбақтың шешуі ме? Демек ол да мені бір кезде ұнатқан екен ғой. Бір кезде маған кетәрі болмаған екен ғой. Биліктің буымен көрсоқыр болған өзім екенмін ғой. Бекер істедім. Боп саламай, жүрегімді бірден жайып салғанда басқаша болар ма еді. Қармалап жанындағы пультті тауып, бейнетаспадағы түсірілімді кері айналдырды. Міне, оны алғаш көрген сәті мынау бөлім басшысы болғаны. Содан соң орынбасар. Жас сұлу жымиып өзіне жалт қарағанда, сұлтанның айналасы жұмаққа айналғандай кеудесіне бір ғажайып сәуле құйылатын. Сол бір шуақтан жанын жұбататын жылылық, ерекше ынта ықылас іздеген екен-ау. Бірақ ол өзін өзі алдарқатуы екен ғой. Мұның билігінің алашағы екен, оның жүзіндегі жылымық соның берешегі екен. Не деген көрсоқыр еді. Мансаптың буына мас болғаны сонша оны көрмепті, сезбепті. Әйтсе де кеудесін керімсал күйге бөлеп, сүюдің баға жетпес пұлын, ғашықтықтың сырын білдірген қайран сол күндер ай. Қайрылған көңіліне дем беріп, өмірдің тәттілігіне, сезімнің тұрлаулылығына сендіргендей болып па еді. Енді міне, тамшысынан нәр алған кәусар бұлағы суалып, үкілі үміті өшті. Өлшеп пішілген тіршілігінен тырнақ тірер титімдей тірек таппай тереңге батып барады. Сырт, бейне таспа өмірінің санаулы сағаттарындай зыр-зыр айналады. Міне тағы сол үкілі үмітке толы күндер, күлімдеп қарайды. Егер ол мені сүймеген, тіпті жек көрген болса, неге осылай қарады екен? Мырза, көзіңді ашып қара. Айналаңдағы қыз-келіншектердің барлығы саған солай қарайды. Себебі сен олардың жарылқаушысы, жұмыс берушісің. Егер сен ертең жұмыстан шығарып жіберсең, олар қалай күн көреді, қайда барады? Дейді әр жағынан бір дауыс. Сонда ол да солардың бірі болғаны ма? Олай болса жүрегіндегі маған деген титімдей сезімнің оянбағаны ғой. Оның да маған күн көріс көзі деп қарағаны ғой. Ол бейне таспаны кейін айналдырды. Сырт, зыр, зың. Міне биліктің буымен бетіне жан қаратпай, буыршындай бұлқынған күндері. Бейне таспа тоқтап қалды. Сырт. Қалғып кеткен мырза селкетіп көзін ашты да, бейне таспаны кері айналдырды. Әлде бір жиын жанарлары жаутаңдаған қыз-келіншектер. Аймарал, жаным, сен қайдасың? Жиындарда одан көз алмай отырып, жұрттың не айтып не қойып жатқанымен де ісі болмайтын. Бар ойы одан көз жазып қалмау. Мен шынымен Мәжнүн болған екем. Мені ғашықтық шалығы шалған екен. Ол екеумізді неге бірдей шалмаған? Мендегі іңкәрліктің ең болмаса зәредейі онда да боянғанда, мені осылай шаң қаптырып, қу тіземді құшақтатып кетпеген болар еді-ау. О тағдыр, есімді таңдырған, еншілеген жаудыр көздің жүрегіне, менің жүрегіме түскен жалынның ең болмаса ұшқынын неге түсірмедің? Менің жүрегімдегі жанартаудың ыстық лебін сезінетіндей сыңарым етіп неге жаратпадың? Осы да әділдік пе? Сырт. Мынау немене? Бес обаға байланысты өткізген жиын екен ғой. Міне, сол күні Аймарал ағытыла сөйлеп елдің бәрін аузына қаратқан. Ай періштем, солай көсем сөгіңде менің арқам екенін
сезбегенің қандай өкінішті. Егер мен Аймарал ханым отырыңыз десем, жым болатын едің ғой. Өзім ғой сені еркелетіп, еркінсітіп жіберген. Өз обалым өзіме. Қайда айдай сұлу жүзің, мөлдіреген көзің. Тағы бір көрейінші, тағы бір мейірімді қандыра қарайыншы. Бір кезде ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда едің. Сонда да саған әлім жеттік жасай алмай, жүрегімнің әміріне жіпсіз байландым емес пе? Оның себебі сені өзімнен де қорғаштадым ғой. Өзімді өзім білгендіктен сені ренжітіп алудан қорыққан едім ау. Ал сен болсаң, жарылқаушыңда, жарға шықтың да өзіңе өзің ор қаздың. Мырза қолындағы бөтелкенің сыртын сипалап, түбінде қалған тамшыларына дейін төңкере сіміріп, бар өмірінің мәні мен сәні өткен күндерде қалғандай бейне таспаға үңілді. Сырт, сырт, зыр, зыр, зың, зың. Бесобада үй құлағаннан кейін құрылыс компаниялары бір дүрлігіп қалды. Жоғарғы жақтан ысқаулар жаңбырдай жауып, шағала құрылыс компаниясына да жетті. Сол күні қызу айтыс тартыс басталды. Құрылысшылардың мінберден түспей, ашынғанын қайтерсің. Қыстың көзі қырауда, тұрғын үйді көтерген соң, кірпіштерді ұстайтын сылақ кеппейді. Сосын үй құламай не істейді деді бірі. Қазіргі шығарылып жатқан құрылыс материалдарының көбісі сапасыз. Солардың сертификаттарына қарап, тексеріп алу керек, деді екіншісі. Қазақтардың көп қатарлы үйде тұруға менталитеті келмейді. Ата-бабамыз көшпенділер, сондықтан тұрғындарға ыңғайлы шағын үйлер салу керек, деді үшіншісі. Әйтеуір сан алуан пікірлер айтылды. Сонда әр қазаққа жеке үй салып бер дейсіздер ме? Деп шытынады президент. Жоға, әр қазаққа жер үй салғанмен көп қабат үйлерге қарағанда шағын үйлер әр отбасының тіршілігіне ыңғайлы болар еді. Бірақ қазақтың қамын ойлап жатқан кім бар дейсіз? Қазіргі алпауыттар қалтасының ғана қамын ойлайды, деді жас сәулетші. Сізден басқа адам қазақтың қамын ойламайды деп бекер шамданасыз. Баспанасы жоқтарға қай қабаттан үй берсеңіз де риза болар еді. Бүгінгі жиналып отырған себебіміз құрылыс жұмысының сапасын жақсарту, салған үйлеріміздің құлап қалмауын ойлау, деді президент жақтырмай. Сол бойы Аймарал мінберге көтерілді. Бесобадағы жағдай құрылыс компанияларының қателігін, жұмыстағы үстіртіктерді, құрылыс материалдарының сапасыздығын көзге шұқып көрсеткендей болды, деді ол саңқылдап. Әрине бұл жерде үлескерлердің асықтыратынын, компаниялардың объектіні уақытында беруге тырысатынын білеміз. Дегенмен, жаңа бір кезде құрылыс объектілерінің қыс кезінде салуға болмайтындығы туралы айтылған пікірлерге мен де қосыламын. Міне аяз түсті. Сіз, Сұлтан Тұрсынбекұлы, жаңа объектіні бастаңыз деп асықтырып жатырсыз. Шынында, қыстың көзі қырауда, цементте басқа қоспаларда дұрыс кеппейді. Демек, ол кірпіштерді қажетінше бекітпейді. Жалпы құрылыс жұмысы тек қана жаз мезгілінде жүргізілетін маусымдық жұмыс. Ал құрылыс материалдарының сапасын сөз ететін болсақ, компания бағасы арзан материалдарды пайдаланады. Арзанның сорпасы татымайды деген сөз бар. Сондықтан қымбат болса да сапалы, қолдану мерзімі өтпеген материалдарды алғанымыз дұрыс. Қолдану мерзімі өтпеген дегенді қалай түсінеміз? Сұлтан ашудан тұтығып қалды. Иә, ондай жағдайларға өзім куә болып, жабдықтаушыларға бірнеше рет ескерту жасадым. Талай рет, ала бер, оның мерзіміне кім қарап жатыр дейсің деп, қолын бір сілтейтін қожайын бұл жолы уәж айта алмай сазарды. Аймарал Ахметқызы, сонда қыстың көзі қырауда, құрылыс жүргізбей қарап отырсақ, үлескерлерге не деп жауап береміз? Асықпаған арбамен қоянға жетеді, жаздың шығуын күтіңдер дейміз бе? Олар оған келсе ме? Оларға түсіндіріп, қыста құрылыс жүргізу оның сапасына елеулі түрде нұқсан келтіретінін, қыруар қаржыға салынған үйлерінің ертеңгі күні құлап қалуы қаупі туындайтынын айтсаңыз, жағдайды түсінер еді. Бар жиған тергенін жұмсап салдырған үйлері сапасыз болса, оларға да тиімді емес. Өзі білсе де білмеген сейтін, көрсе де көрмеген сейтін,
мәселені қопсытқан орынбасарын жақтырмаған компания президенті. Айтарыңызды айтып болсаңыз отырыңыз деді. Тағы бір мәселе, жаңа сәулетші айтқандай, тұрғындарға көп қабатты үйдің ыңғайлы еместігі туралы ойы өте орынды. Әр халықтың өз менталитеті барлығын ескерсек, біздің ата-бабамыз көшіп қонып жүргендіктен, олар көбіне жер үйде тұрған. Негізі жерге жақын, табиғатпен сырласып, біте қайнасып, өмір сүргенді ұнататын халық. Сондықтан ауласы кең, шағын үйлер салынса ыңғайлы болар еді. Ал сіз ондай әдістің біз сияқты үкіметтен көк тиын алмайтын компанияларға тиімді еместігін ойладыңыз ба? Шетелдің компаниясы ең бірінші тұтынушыларға тиімділікті ойлайды, сондай үйлер салып, оны жалға береді. Сөйтіп, бір оқпен екі қоянды да атып алады. Не дедіңіз? Теңеу ғой, екі жағынан да тиімді дегенім ғой. Шетелдіктердің жағдайы мен біздің жағдайда салыстыруға болмайды. Әрине болады. Себебі олар пайдаланып жатқан материалдарды қазір бізде алып жатырмыз. Құрылыс материалдарының дені көршілес елдерде, шет елдерде шығарылады. Сондықтан бізге олардың әдістерін пайдалану тиімді. Тек қана жалақымыз шетелдіктердікіндей емес, деді арт жақтан біреу. Сол-ақ екен, зал гу етті. Біздің айлықты қашан өсіресіз? Бала-шағамызды асыраудан қалдық, деп егде жұмысшы орнынан атып тұрып. Мынау қымбатшылық күннен күнге қысып барады. Алған айлығымыз шайлығымызға жетпейді. Бала-шағамызға киім-кешек керек. Көбіміз пәтерде тұрамыз. Сосын бізге ең болмаса жатақхана типтес баспана салып беру жағын ойластырсаңыздар екен. Мінберден түспеген Аймарал. Кім болып жасайсыз? Жалақыңыз қанша? Деді. Кран тұғырындамын. Айлығым 70 мың. Біраз бала-шағам бар. Есептесеңіз, күніне 1 мыңнан келеді дегенде де жаламға жұқ болмайды. Оның үстіне пәтер жалдап тұрамыз. 70 мыңды аз деп тұрмысыз? Біз сізге мұнай компаниясы емеспіз. Мұнай компаниясынан басқа мекемеде онан артық айлық жоқ. Жақсы, басқа ұсақ-түйек мәселелерді жұмыс барысында шешесіздер. Ылғи осы, жалақыға келгенде ешкім бізді тыңдағысы келмейді, деген наразылық әр жерден естіліп қалды. Жиналғандармен шүйіркелесіп тұрған Аймаралдың жанынан өте берген президент маған кіріңіз деп зіркетті. Күлімсіреп кірген қызды көргенде ашуы басылып сабасына түскендей болғанмен, балақтағы битті басқа шығарып бұлай бетімен жіберуге болмайды. Бүгін қайып тастамасам, ертең бұдан бетер басыма секіруі мүмкін деген ой келді. Аймарал Ахмет қызы, біз қызметкерлерді жинап алып, негізгі тақырыпта талқылаймыз деп келіскенбіз. Ал сіз? Түсінбедім. Барлығы жұмысқа ма? Олардың басы қосылған соң, іштегі шерлерін тарқатуда, онда тұрған ештеңе жоқ. Шынында да кейбір отбасылы адамдардың жалақысын көсірсе, артық болмас еді. Есіңізде болсын, қаржы мәселесін тек қана мен шешем. Құрылыс материалдарының қымбаттығын есепке алатын болсақ, жалақы туралы сөз қозғаудың ешбір реті келмейді. Онсыз да көтеріңкі айлық төлеп отырмыз. Бірақ та үлескерлердің де жарнасы аз емес қой. Мен сізден өзіңізге берілген лауазым шегіндегі міндетіңізді біліп, сол шеңберден шықпауыңызды сұраймын. Кешіріңіз, сіздің шеңбер сызып қойғаныңызды білмедім. Бұдан былай білгеніңіз жөн. Қыздың жүзі құбылып орнынан шапшаң көтерілді. Менің жұмыстарым бар, рұқсат етсеңіз. Мынаны ала кетіңіз. Файл ұсынған президенттің қолының сыртынан «С» деген таңбалы жазуды көргенде, қыз өз көзіне өзі сенбегендей аңтарылып қалды. Жоқ, ол болуы мүмкін емес, ол емес, деп іштей күбірледі. Басын көтеріп алған президент, қақшиып қалған оған тіксіне қарап. «Не ағып тұрсыз, боссыз», деп гүр етті. Қыз бұрылып шыға жөнелді. Сырт, зың. Бейне таспа лентасы үзіліп кетті де, жай сырыл басталды. Мырза ұйықтап кеткен еді. Екінші тарау. Оқ қағар. Аймаралдың «көлігім сынды» деген сылтаумен қонақ үйде жатып алуы қытығына тиген президент кревестегі хатшысына «Қайратты шақыр» деп зіркетті. Қайрат сенімді оқ қағары. Оны кездестірген сәті де есінде. Құрылыстың жер телімін қарап жүргенде, қоршаудың ішіндегі көне вагоннан шыққан шаң-шаң дауысты естіп,
Есігін ашып алғанда үсті бастары алба-жұлба, бірімен-бірі дал-дұл болып төбелесіп жатқан үш жігіттің үстінен түскен. «Әй, сендерге не жетпейді, тоқтатыңдар, әйтпесе полиция шақырып салып жіберем», деп сес көрсеткенін құлақтарына қыстырмады. «Өй боқмұрын, жаныңды жаһаннамға жіберем, сені абақтыдан аман-есен алып шыққан кім? Құдайыңды ұмытайын деген екенсің». Жіңішкелеу сарының қыл мойнынан қылғындыра ұстаған дәу қара жерден жұлып алып, анадайға атып ұрды. Аяғынан жармасқан екіншісін тоқпақтай жұдырығымен қойып қалғанда, анау шалқалай құлады. «Тоқта деймін, өлтіремісің?» Президент оны қапсыра ұстап, жанына жеткен жүргізушісіне «Машинаға сал», деп бұйырды. «Менде не ақың бар? Жібер, кімсің өзің?» Бұлшық еттері бұлтылдаған тығыншықтай қара жұлқынып, алара қарады. «Құрылыс компаниясының президентімін, маған оққағар боламысың?» Бұрын сотталғандығы бар, жұмыс таппай сандалып жүрген Қайрат өз құлағына өзі сенбегендей алақтап, абдырып қалды. «Қалжыңдап тұрған шығарсыз, бұрын отырып шыққан мені қайтесіз?» деп мінгірледі. «Мін көлікке», деп бұйырды сұлтан. «Сенмен жеке сөйлесемін». Осылай тауып алған олжасын бір жылдай сынақтан өткізіп, әбден сеніміне кірген соң, ең қауіпті деген тапсырмаларға жұмсайтын. Қара күш иесі Қайрат аузына берік, оған айтқан сөз құрдымға сіңген сумен тең. Және қаңғалақтап, ит тіршілікте жүргенде адам қатарына қосқан қожайыны өлдесе өліп, тірілдесе тірілуге даяр. Мығым денелі оққа қара ішке енгенде темекісін құшырлана сорып отырған компания қожайыны. «Отыр», алдындағы креслоны нұсқады. «Менің орынбасарым сауда орындарымен тікелей шарт жасасып келуге іссапарға кеткен. Орта жолда көлігі бұзылыпты». «Ая ханым ба?» Президент қабағын шытты. Қысқасы, оның сыртынан жіберген жансыздарымның айтуынша, уақытын бос өткізбей жүрген тәрізді. Бір жігітпен қонақ үйде қонақтап жатқан көрінеді. Анау ұшқыш дейді. Ұшқыштың жол бойында не іздеп жүргенін бір құдай білсін. Саған тапсырма, әлде де бақыла, екеуінің қарым-қатынасын білуге тырыс. Жақсылықты білмегенге, жамандық пен жақсылықтың арасының тым алшақ емес екенін көзге шұқып көрсету керек. Мені аттап, таңдағаны сол болса қапсын тап. Мен саған қомақты пұл беруге дайынмын. Тек тапсырманы орындайтын бол, қызға тиме, сүйгенінің азабын тартып жүре берсін. Ал ананы өлмегенмен өлімші етіп, көзіне көк шыбын ұялат. Түсіндің бе? Осымен сөз бітті дегендей қолын сілтеді. Тоқ етер тоқтамың не? Өлігін әкелейін бе, тірідей әкелейін бе? Деген сұрақтар оққағардың тіл ұшында қалды. Жас мырза кеудесін қызылдатқан қызғанышына, біреудің ортақ еткеніне қаны қайнап, өзін қоярға жер таппай, шарап толы рюмканы түбіне дейін қағып салды. Президенттің тапсырмасын орындап, ұшқышты соққыға шыққан Қайрат, оның қаланың сыртындағы объектіге барсын деген бұйрығын неге жорырын білмей, дал болып, құрылыс материалдары ретсіз үйіліп тасталған учаскедегі құрық-құрау ескі вагоннан бірақ шыққан. Қожайынының бұл шешіміне келіспесе де, қайқылығынан жақпай қалғанына миы жетпей қойды. Содан соң, қазаншының еркі бар қайдан құлақ шығарса, Құдайдан әріде берді емес жұмыс берушінің уәдесінен тайып кеткенін тірі жанға айтпай іштей тынды. Анау шет жағасы көзге түртіп тұрған ығы-жығы қала тірлігі мұны шақыратындай сабыры таусылды. Алғашқы қар тынымсыз тірліктен тозған жер бетін ақ қылаңдатып айнала ажарланып сала берген. Вагоннан шығып айналаға көз жүгіртті. Көптен ат ізін салмаған аулын есіне салып, көңілі құлазыды. Есіне қай-қайдағы түсті. Шіркін, өткен күндерді кері қайтарар бір күш болсайшы. Бал дәурен балалық шағы. Осылай өмір сүрем деп ойлап па еді. Ол жасынан мінезі ыссы, қимылы шапшаң, кеудем соқ болып өсті. Ал әкесі болса, қой аузынан шөп алмайтын жуас адам болатын. Мектепте биология пәнінен дәріс берді. Жұдырықтаспай жүрмейтін баласының тәртібіне шағынған мұғалімдердің алдына кінәлі адамдай бүрісіп қалатын әкесі үйге келген соң, шынында да тұқым қуалаушылық нағыз зерттейтін ғылым екен. Бұл аумаған атасы, маған ұқсамай, атасына ұқсағанына да шүкіршілік деп миығынан күлетін.
Анасы күйіп пісіп. Балаңа дұрыс тәрбие бере алмай жүріп, басқалардың бетіне қалай қарайсың? Тұқым қуалаушылық деп қоймайсың. Атам қай биікке жетіп еді, деп шапете қалатын. Соқпа, ол кісі озат жылқышы болды. Жылқыны жігіттің төресі бағады. Анау-мынаудың қолынан жылқы бағу келмейді. Ол мидалада тағы болып кеткен талай асаулардың жынын қағып алып, бір мінгенде ақ жуасытып тастайтын. Ондайда анасы, әр пайғамбар өз тұсында деген. Ол заман басқа, бұл заман басқа. Алда қандай уақыт болатынын тағы білмейміз. Адам өз мінезін түзей білу керек деп уәж айтатын. Қайрат оқуға алғыр. Ал мектептен тыста, қай жерде төбелес, соның ортасында жүретін. Іргелес елді мекендердің жаға жыртушылары да оны тауып алып, төрелігіне жүгініп, соның шешіміне тоқтасатын. Орта мектепті тауысып, әрі қарай оқуға қаражаты болмай, енді не істеймін деп теңселіп жүргенде, ауылға қаланың бір бойжеткені келіп, бүкіл бозбала сол қызды тамашалаған. Бір кеште Қайрат қыздардың ортасында сықылықтап тұрған қонақ қызбен танысты. Ұзын сирақты, кескін келбеті де бір көруге көрікті қыздың жарқылдаған жанары жігітті бейтарап қалдырмай. Қайрат деп қолын созғанда, сәулеш, деді қыз сызылып. Көңіл көтеретін кафесі, мейманханасы, клубы жоқ ауылда не істерін білмей тұрған жастарға Қайрат. Менің үйім бос, ата-анам қыдырып кеткен, жүріңдер деді де өзі алға түсті. Қайда құярын білмей тұрған тасқынның алдын ашып жіберген соң, жастар қолдап ду етті. Сол түні олар таң атқанша емін-еркін билеп, тым жақсы көңіл көтерген. Бәрін таң алдында қаладан келген екі жігіт бұзды. Қонақ қызбен тіл табысып, мәз-мейрам болып отырған Қайраттың оларды көргенде арқасы қозып шыға келді. Біздің кешімізді бұзуға қалай дәттерің барды деп орнынан атып тұрды. Қырғын төбелес басталды. Қаладан келгендердің біреуі апай төс екен. Анау-мынауға дес берер емес. Осы кез жүгіріп ауыз үйге шыққан Қайраттың көзіне ас үйіп шағы түсті. Өзінің ізінен өкшелеп келе жатқан кеспектей жігіттің иығынан періп жіберді. Қан шапшып, жігіт ыршып түскенде опыр-топыр болып жатқандар жым болды. Ойбай, ағамды өлтірдің, нағыз қанішер екенсің ғой. Қонақ қыздың жан дауысы шығып, Қайратты жұдырығымен төпелей бастады. Жаралы жігіт ауруханаға жеткізілді. Таң атысымен полиция келіп, Қайратты қамауға алды. Содан 3 жылға бас бостандығынан айырылып кете барды. 3 жылын 1 жылда өтеп, ауылға оралған жігіт жұмыс таба алмай, қаңғып қалаға келіп, бұрынғы темір тордың ар жағындағы достарымен жұдырықтасып жатқанда президенттің көзіне түскен. Одан бері оның ең сенімді серігіне айналып, қайда дау-дамай болса, соны реттеуге жұмсалады. Құрылысшылар арасында да ши шығарып жұмыс жасағысы келмейтіндер, құрылыс материалдарына суық қолын сұғып ұрлық жасайтындар жетеді. Өткенде сондай бір қылмыстың үстінен түскен. Бір жас жігіт жұмысқа арба тіркеген машинамен келіп, елдің соңын ала қайтады. 1-2 рет сыртынан бақылаған Қайратқа ол сезікті көрінді. Ақыры бір күні бетондарды қалқалап жігіттің соңына түскен. Жұмыстан кеш шыққан ол жан-жағына қарақштап тұрды да, тіркеуішке кірпіштер тией бастады. Ол әбден тиеп болған соң тасадан шыға келіп. Әй оңбаған тоқта, не істеп жатырсың? Мынауың не? Тал түсте ұрлық жасап, деп тарпа бас салды. Жігіт састы. Ағатай, үй салып жатыр едім, кірпішім таусылып қалды. Сатып алуға ақшам жоқ, шиттей бала-шағам бар, деп жыларман боп жалына бастады. Қайрат соңғы кезде өзіне қырын қарап жүрген президенттің алдында жақсы атты көрінгісі келді ме, оның сөзін құлағына да ілмей, жалма-жан ұялы телефонына жармасты. Ағатай, айттым ғой, бір жолға кешіріңізші. Жігіт зар жылап аяғына жығылды. Сұлтан Тұрсынбекович, мен кірпіш ұрлап жатқан жігітті ұстап алдым. Не істейін? Малғұн, үй салып жатыр едім. Кірпішім таусылып қалды дейді. Фамилиясын ба? Әй, фамилияң кім? Тегіңді айт. Көп босынып, жақсы ертең басшыға барасың. Саған көресіңді көрсетеді. Ұрлағаның ортыңнан шығады. Сен неменеңе жетсе қалдың? Сүйекке тойған тіміске ит құсап. Біле білсең екеуміздің айырмашылығымыз шамалы емес пе? Сені де бір күні майлы жеріңнен бір тебеді. Қазір заң жоқ. Байлар жұмыстан шығарғысы келе ме, шығарады да тастайды. Әлде мені түрмеге отырғызсаң, саған мүйіз шыға ма?
Мен сен сияқты қаңғып жүрген қубас емеспін. Балаларым бар. Бір жолға кешір дегенде неге сонша шірендің? Анау қожайының мақпал шапан жауып, астыңа машина мінгізеді дедің бе? Ашуға булыққан жігіт едіріңдеп шыға келді. Мәссаған күшік, сөзің мірдің оғында екен. Үніңді өшірейін. Бір-біріне тап берген екеуінің арасына қайдан келгені белгісіз саға кісі түсе кетті. Қайратты танымаған соң сескенді ме ананың қолына жармасып. Әй, Жәкетай, саған не болған? Мұндайың жоқ еді ғой. Қарап жүріп шатылып қайтейін деп едің, деп зекіп тастады. Өй, әкесінің аузы, бүйтіп тірліктің. Кім болса сол көзімізден шұқып, қоңымыздан теуіп, мардымсыз айлығын бұлдайды. Мына бір құйыршық әкірең деп. Не дейсің? Ей, боқ мұрын, байқап сөйле. Мына кісі болмағанда қаныңды ішетін едім. Мына бір терешкеге толмайтын кірпіш үшін бе? Бұл ұрлық. Сен өзің түрмеге ұрлық жасап түспей, қалыңдығыңа ұрын барып түсіп пе едің? Аға, мынаның тілін қысқартыңыз, әйтпесе менен жақсылық күтпесін. Ойпырмай, жақсылық деймін. Қойш енді, жүр қайтайық. Мен де сенімен үйіме барып қалайын. Мықтаса жұмыстан шығарар. Бергенін қайтып алсын. Мен ертең шықпаймын. Айтып бар ана құдайыңа. Қап мынаның тілін ай. Енді менің көзіме түспеуге тырыс, әйтпесе оңдырмаймын. Сен де бір ұсақшыл неме екенсің. Оның шиттей бала шағасы бар. Ал ертең оны жұмыстан шығарады. Сонда қарқ боламысың? Шырт түкіріп Қайратқа зілдене қараған мосқал кісі көне Жигулиге барып отырды. Бір қызығы келесі күні де одан арғы күні де Қайратты компания қожайыны шақырмады. Ол оқиғаны да ешкім қозғамады. Тек бір жеті өткен соң қызыл Жигулилі жігіттің жұмысқа шыққанын көрді. Сонда өзінің кімнің жыртқанын түсінбеген Қайрат ызадан жарылып кете жаздады. Сірә қасындағысы арашылап алып қалған болды деп түйді де қойды. Әншейінде қол жетімді болатын президенттің ұялы телефоны соңғы уақыттары жауап бермейді. Қанша терсе де бос емес. Пайдаланып итке тастаған сүйектей лақтырып жібергені қалай? Сан сұраққа жауап таба алмаған оққағар сергелден күйде. Далада көп отырып, бойы тоңазыған соң вагон ішіне қайта кірді. Бұл ара күндіз күзетілмейді. Күндіз қараң-құраң адамдар келіп кетіп жатады. Күзет түнге қарай. Компанияға келгелі қаға жау көрмей, президенттің атқосшыларымен бірге тәтті тамақ ішіп, жақсы төсекке жатып үйренген Қайраттың ит байласа тұрғысыз вагонда тұруға көнгісі келмейді. Бірақ басқа амалы да жоқ. Тағы да сол құрып кеткір түнді есіне түсірді. Мырзамен арадағы құпия келісімнен соң демалысқа шығып, қожайын берген қоңыр джипке қонжиып, Аймарал ханымның үйіне ұшқыштың келетін жолын аңдумен талай түндерді өткерген. Көз ілмей көліктің ішінде отырып санасы сан жаққа, ойы оңға бөлінетін. Талай сандырақтаған сауал жанын жегідей жеп, жауап таппай қиналатын. Соның бірі қожайынның қарамағында қызмет жасайтын Аймаралға неге құсы түскенін түсінбей дал болады. Күштінің дермен тартадының кебін келтіріп, өзін де оп-оңай қармағына іліп, айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізгеніне зығырданы қайнады. Құдды бір жыланның арбауына түскендей, қол аяғы тыпырылап, басын изе бергенін есі екен. Бұл бәленің алдына келген жанды мысы басатын не құдіреті бар? Бір ол емес, компаниядағылардың баршасы ол жат десе жатып, тұр десе тұрып үйренген. Бұл оның құдіреті ме, әлде уысындағы ақшаның құдіреті ме? Иә, бұл нарық жан біткенді ақшаның құлына айналдырып болды ғой. Мен де сол ындының лауында кеткендердің бірімін. Ол қазіргі келердің пұлы $50,000. Мен екі еселеп берем. Демек $100,000 қалтамда деп есептей бер. Мені менсінбеген сұлудың өз обалы өзіне, өмір бойы мүгедек күйеуіне мөлейіп отырсын, демеді ме беті былш етпестен. Япырай, адамдар қандай қара жүрек болып кеткен. Не істесем екен? Біреудің обалына қалып не істеймін? Бәрін тәрк етіп, бетім ауған жаққа кете берсем бе екен? Астыма көлігін, қолыма ақшасын беріп, адам аулауға жіберген қожайынның сөзін жерге тастап, уәдеге тұрмасам, қайда барып, нәпақы табам? Біз сияқты қайшылар кімге керек? Ол болмаса тағы бір қалталы қарабай, ежелге жауынан кек алуға, біреудің мойнында кеткен қарызын қайтаруға жұмсайды.
бір қотырдан қашып бір соқырға жолғамыз. Бұл дүние не болып кетті? Өз еңбегіңмен, қалаған кәсібіңмен айналысып, күн көретін заман қайда? Қайрат күрсініп аяғының астындағы зілтемірді сығымдап көрді де, кішкентайында әкесі, зілтемірді көтер, пілде ері боласың деп, 10 келілік ерді қолына ұстатып, ертелі-кеш қара терге түсіретін. Ой заман-ай, осылай білтемірді қару қылып, біреудің жолын тосам деген үш ұйықтаса түсіне кіріп пе? Ал мынау мен қара құстан бір ұрғанда, ол байғұс тіл тартпай кетсе не істеймін? Обалына қаламау, өлтіріп тастауға міндетті емес шығармын. Ақырында бұрайын, жанына батпайтын етіп ұрсам, жағама жармасы полициядан бірақ шығарса қайттым. Кімнің ұрғанын білмей естанды болып қалса, ары жағын көрермін. Қожайынға қолымнан келгені осы болды. Беретініңді бер, жөніме кетейін деймін. Менде не алашағы бар? Сол сәт саябақтың ішімен ыңылдап әндетіп келе жатқан ұшқышты көріп, демін ішіне тартқан. Аңдығаны да осы. Күндіз әуежайға барып, оның ұшағының қонатын уақытын білген. Аңдыған алмай қоймайды деп бекер айтылмаған ғой. Рейсін аяқтап, сүйгенінің ыстық құшағына асығып келе жатса керек. Қайрат жан-жағына жіті көз тастап, тірі жанның жоғына көзі жеткен соң, білтемірді жеңіне тығып, ізіне түсті. Анау ысқыра әндетіп, алаңсыз аяңдап барады. Ол жасының әр жақ, бер жағын қазған оққағар, оның есімінде біліп алған, жанына жанаса беріп. Асыл тоқтаңыз деп дыбыстады. Алаңсыз келе жатқан жігіт жалт қарағанда, қолындағы шоқ гүлі анадайға ұшып түсті. Сіз кімсіз? Абдырап қалған ол қолынан ұшып кеткен гүлін алуға еңкейе бергенде, оққағар қара құстан білтемірмен құлаштай соқты. Жер сүзе құлаған жігіттің ыңырсыған үні ғана естілді. Сол бойы қожайынға болған жағдайды баяндады. Анау селсоқ тыңдады. Жарайды, оның өлі тірісінен бізге келер пайда жоқ, деді де телефонды өшіре салды. Қызық, өзі айтып өзі танама, тапсырыс берген өзі. Осы кісіні түсінсем бұйырмасын. Алда жалда анау өліп кетсе, қаны менің мойныма жүктелетін болды. Ол кезде президент мені көрмегенде, білмегенде болып шыға келмейтініне кім кепіл? 30-ға келгенше басыма 30 түйір ақыл кірмеген, не деген маубас едім. Адам айналасындағы ауа жайдың құлы деген рас екен. Бір қызығы сол оқиғадан кейін, ол қожайынның көруден қалды. Демалысы бітіп жұмысқа қосылған соң, күзет басшысының айтқанын істеп, айдағанына көнді. Іштей басымды қатерге тіккен ісімнің қарымтасы осы болғаны ма деп ызаға булықты. Отпен ойнайын дедің, Сұлтан мырза. Мен сені көргім келсе, әп-сәтте жаныңа жетіп барамын. Сенің алдыңдағы күзетшілердің бәрі бір кезде сенің оққағарың болғанымды біледі. Мені шақырып жатыр деймін де, үстіңе кіріп барамын. Бірақ мені ит байласа тұрғысыз айдалаға жіберуіңде бір гәп бар сияқты. Әлде бізде сұрауы жоқ жандарды бір түндік қылып, жоқ қылып жіберіп, білмеймін бұрын сотталған, оны өлтірген өзінің әріптестері болса керек, деп ақтала салғын келеме? Міне гәп осында болса керек. Сен істеріңді менің қолыммен істетіп алып, енді менің көзімді құртып жіберуді ойластырып жүрген боласың. Ол ойлағаның бола қоймас. Қайрат көзін ашып алды. Шынында да, мені осы жерде біреу-міреу өлтіріп кетсе, іздеушім жоқ қой. Өздері шаққа күн көріп отырған әке-шешемнің қаңғып жүрген мені біреу өлтіріп кетті екен деп ізденуге шамасы жетпейді. Далдалап қалада пәтер жалдап, өзінің отбасын әрең асырап отырған інісінің неге шамасы келеді? Жоқ, мырза, мен өлсем жастығымды ала өлемін. Өлетін тышқан мысықпен ойнайды дегенді ұмытпа. Былай қарағанда сені сүймей, сүйгеніне қосылған қыздың не жазығы бар еді? Жүрекке әмір жүрмейді дегенді ұмытып, өзіңе бағыныштылардың бәріне әміріңді жүргізің келеді. Ал ана қыз маладец. Сен ойлағандай билікке де, байлыққа да бас имейтін, өзінің бағасын білетін сұлу. Ал не істейсің? Ал сен болсаң, иілмейтіндерге елігіңді жүргізің келіп, мен сияқты аңқау аңғал ақымақты тауып алып, қол шоқпар еттің. Заңның қолы ұзын, соны сезіп, тықыр таянғанда менің көзімді құртуды ойлап жүр екенсің ғой. Әрине, сенің бұл қулығың мен сұмдығыңды өзіңнен басқа тірі жан білмейді.
Менің көзімді құртсаң, судан таза сүттен ақ болып шыға келесің. Шынында да осы күннің олигархтарының, бизнесмендерінің, шіріген шенеуніктердің байлықтан бастары айналып, көздерін шел қаптаған. Оларға не істесе де заң жоқ, бәрін ақшаға сатып алады. Қайрат орнынан тұрып жан-жағына қарады. Түнгі сағат 2. Ал мен қазір далаға шығып, бір тасаға тығыламын. Президенттің қолшоқпарлары келеді, іздеп. Таба алмай қайтып кетеді. Мен олардың қай күні қай сағатта келетінін білмеймін ғой. Ал егер сұлтанның ондай арам ойы болмаса ше? Айнала көзге түртсе көргісіз қараңғы. Күзетші өз ойынан өзі шошынғандай елегізіп жан-жағын жіті шолды да ішке кірді. Вагонның қатты итеріп жіберсең быт-шыты болғалы тұрған есігіне қарап. Отырған жерімде келісіп тұр екен. Керек болғанда кердең дедім. Керек болмағанда күл-қостың арасында көлбең дедімнің кер келіп тұр. Өзі қожайынның оққағар болғалы, қанша адамды қорқытып үркіткені есінде жоқ. Үй тапсырар уақытта келетін комиссияның ішінде өзінше шындық іздеп шырылдаған біреу болса, оны бір бұрышқа аңдып тұрып, шыбын жанын көзіне көрсететін Қайрат. Содан соң анау карцерден шыққандай мап-майда болып майпаңдап қалады ғой. Ал тендер өткізгенде ортада делдалдыққа жүріп, сол тендерді ұтып алу үшін ана жақтың буын-буына түсетін құртта Қайрат. Сол бума-бума доллардан бір бумасының қызығын көрсей. Ол президентіне жанын салып, адал қызмет етті. Сонда жеткен жері осы ма? Анда-санда Қайреке, анау үй салынып болған соң саған бір бөлмелі үй берем. Қалыңдығыңды дайындай бер деп, мұны алдарқатып қояды. Ол үй біткен соң жылы мұрныңа суық боп, Қайреке, сен әлі үйленетінге ұқсамайсың. Келесі де аласың, шыдай тұр деп алдаусыратып арқасынан қағады. Ақыры байтал түгел бас қайғы қылып қойғаны мынау. Вагонның тозығы жеткен төбесіне қарап түрлі ойға түсіп жатып, қалқып кетіпті. Бір нәрсе сырт еткендей болғанда шошып оянды. Есікті біреу itергендей ме, демін ішіне тартып тың-тыңдады. Шынында да сыртта біреу жүргендей. Басына жастық еткен жыртық-жыртық көрпенің астынан пневматикалық қаруын алған күзетші есік алдына барып: «Ей, кімсің? Жеті қараңғы түнде қаңғырып жүрген, басыңды жұтайын деп жүрмісің?» деп дауыстады. «Қайрат аға, аш, мен бөгенмін», деді сырттан батылсыздау үн. Сен не істеп жүрсің?» Қайрат есіктің ілгішін көтерді. «Өзіңізбен ақылдасатын бір шаруа бар. Күндіз уақыт таппадың ба?» Бұрын екеуі бірге жүрген, бірақ нағыз құпия істерге қожайын Қайратты жалғыз жіберетін. Онысы артық ауыз адамды қаламағаны, сондықтан мына бөгеннің білгенінен білмегені көп. Сені де осында жібергеннен сау ма? Қожайынға не жазып қалдық екен?» «Білмеймін, Қайрат аға», бөген кібіртіктеп төмен қарады. «Менен гөрі сізге бір табан жақын болды ғой». «Жақын болғанын көріп отырсың ғой. Айдаладағы объектісін күзеттіріп қойды. Айлығымды да дұрыс ала алмай жүрмін». «Оның бәрі түкте емес, бірақ күзет басшысы сізге қатысты бір арамды ойлап жүрген тәрізді. Жанымдағылардың жыбырласқанынан соны аңғарғандаймын. Мүмкін мұным жай күдік шығар. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Бас аманда бой тасалағаныңыз дұрыс шығар». Қайрат басын көтеріп алды. «Солай ма? Өзімде сезіктеніп жүргенмін. Соны сізге ескертейін деп келдім. Шамаңыз келсе қашып кетіңіз». «Қашқанда қайда барам?» «Ой, екі қолға бір күрек, басқа жерден де осындай бірдеңе табасыз ғой». «Мүмкін, саған мыңда бір рахмет. Аға, осы түнді жамылып, қазір кетіңіз. Мен көлікпен келдім. Қалаған жеріңізге апарып тастаймын». «Тіпті жақсы, жүр кеттік». Қайрат вагонның жарығын сөндіріп есігін қапсырды. Бөгеннің жер сызған көне опелінің арт жағына отырған ол. «Сонда маған не істемекші екен?» деп сұрады. «Ол жағын білмеймін, Қайреке. Сізді сыйлағандықтан жазым боларсыз деп жаным ашыды. Қазір байлардың құрығы ұзын ғой. Қалталары қалың, оларға адам өлтірту деген еш нәрсе емес. Ал біз сұраусыз кете береміз. Қазір адамның құны жоқ, ақшаның құны бар. Бөген, адам аласы ішінде деген. Мен осы қожайынды білмейтін болып шықтым. Өмір болса тағы да кездесерміз, ал мені осы жерден түсіріп кет».
Ау, жатақханаға келген жоқпыз ғой. Жоқ, онда енді бармаймын. Осы арада қаламын. Көріскенше күн жақсы. Жалғасы бар.